Тарих тарландары 3 бөлім қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы, жалынды көсемсөз шебері, халықтың қошеметіне бөленген Міржақып Дулатұлының өмірінен және қызметтік жолынан қызықты деректер ұсынамыз. Бірінші дерек. Дулатұлының балалық шағын есіне алған кезде жазғаны: Орта Ордадан шыққанмын, руым арғын, 2 жасымда шешемнен айырылдым, 12 жасымда әкемнен айырылдым. Жасым 8-ге келгенде әкем мені ауыл молдасына оқуға берген. Ол өте надан молда болатын. Қанша уақыт сол кісіден білім алғанымды білмеймін, бірақ араб тіліндегі дұғаларды жаттағанымнан басқа еш нәрсе үйренгенім жоқ. Екінші дерек. Міржақыптың көптеген әңгімелері лақабаттарменен шыққан. Ол жиі қолданып отырған лақабаттары: Азамат, Мадияр, Таймінер, Түрік баласы және Арғын баласы. Үшінші дерек. 1907 жылы 3 шілдеде патша жарлығымен қазақтар мен Сібір және Орта Азияның тұрғылықты елдері Ресей мемлекеттік думасына қатысу құқығынан айырылды. Бұл шешім ұлттың өзін-өзі басқару мүмкіншілігін бұзып жойған. Міржақып Дулатұлы өзінің 3 шілде заңы атты мақаласында бұл шешім әділетсіз деп сынға алған. Егерде қазақтардың мәселелерін шешу барысында қазақтардан шыққан депутаттар қатыспаса, ұсыныс жасайтын депутаттар қаншама білімді әрі шешен болғанымен мәселені шешетін тоқтам болмас деп жазған. Төртінші дерек. Біздің міндетіміз атты мақаласында Міржақып Дулатұлы Ресейде қазақтар құқықсыз халық екендігін жазған. Жиналған салық елдің пайдасына қолданылмайды. Қазақ халқының үстінен қарайтын министрлер, стражниктер, урядниктер ұлықтылығы байқалады. Осы шенеуніктер, урядниктер қазақтарды қорлайды, оларды тонайды, білгенін істейді. Олар біздің дінімізге мазақ қылып, кітаптарымызға тиым салып тәркілейді. Бұл шенеуліктер қазақтың жеріне мұжықтың аударуын бастап, сулы және құнарлы жерлерді кесіп алды. Олар құқықсыз қазақ ие болған барлық нәрселерін алуға дайын. Шаруалардың айдалуы не үшін құрылды? Құнарлы жерлер аз емес, бірақ олардың барлығы байлардың қолында. Кедейлердің сол жерді сатып алуға мүмкіншілігі жетпейді. Жерсіз жүрген шаруалардан құтылу үшін әртүрлі министрлер, тәкаппар шенеуніктер, генералдар оларды қазақ даласына айдайды. Соның нәтижесінде бұл жерлер бай қазақтар мен ауғандардың қолына түседі. Бесінші дерек. Міржақып Дулатұлы ғылым және техника жетістіктері туралы зор қуанышпен жазатын. Жылқы арқылы 6 ай алатын жолды қысқа уақытта темір жол арқылы өтуге болады. Телеграф арқылы сен көзіңді ашып жұмғанша жер шарының екінші бетіндегі хабарды қабылдайсың. Көлік өзі жүреді, жылқысыз, оны қолыңмен жүргізесің. Ғылым адамзат көмегіне су мен отты берген, үлкен арақашықтықта телефон арқылы сөйлесу мүмкіншілікті берген. Мұхитты жер секілді қолданып, бұрынғы ыңғайсыз нәрселерді жойдырған. Ауада ұшумен керек болса жерге түсу құралы табылған, оның аты әуе шары. Ел бұрын сондай ғажапты көрген бе? Алтыншы дерек. Оян, қазақ өлеңдер жинағы алғашқы рет 1909 жылы жарық көрген. Бұл жинақ бірден таралып, 1911 жылы қайта шығарылған. Кітаптың тақырып аты 20 ғасырдың замандас зиялыларына манифест болған. 1911 жылы Оян, қазақ жинағы автордың айтуы бойынша баспасөз істері басқармасы тәркілеген. Жетінші дерек. 1910 жылы Міржақып Дулатұлы жазған Бақытсыз Жамал кітабы қазақ тілінде жазылған алғашқы роман болып есептелінеді. Сонымен қатар, бұл роман бәлкім тең құқықсыз әйелдердің жағдайын хабарлайтын мұсылман шығысындағы әдебиет шығармаларының бірінші шығармасы болуы әбден мүмкін. Сегізінші дерек. 1914 жылы 14 мамырда Омбы қаласында Міржақып Дулатұлы Ғайни Жамал Баймұратқызы мен жанұя құрды. Жалғыз тірі қалған ақынның қызы Гүлнар Дулатова естеліктері бойынша үйлену той Омбы қаласынан алыс емес Коломзино станциясының мейрамханасында өткізілді. Тойдан кейін біз Омбыда тоқтамай Орынбор қаласына шықтық дейді Дулатова. 9-шы дерек. 1916 жылы Міржақып Дулатұлы, Ахмет Байтұрсынұлы және Әлихан Бөкейхан қазақтарды майдандағы жұмысқа шақыру туралы 25 маусымдағы патша жарлығына қарсы сөйлеген. Олардың ойлары бойынша қоғамның ең өнімді бөлігі айырылғаннан кейін майдандағы жұмыс онсыз да қырылуға жақын халықты шынайы ашаршылыққа жеткізе алады. 10-шы дерек.
1928 жылы 28 желтоқсанда оны ішкі істер халықтық комиссариаты мекемелері қазақтың ұлтшылы деп айыптап Қызылорда түрмесіне салды. Көршілес камерада Міржақыптың қасында Жүсіпбек Аймауытұлы, Ахмет Байтұрсынұлы отырған. 11 дерек. Саловковта Міржақып Дулатұлы қазақ мектептеріне арналған геометрия оқулығын жазған. Ал өзінің емшілік қасиеттерін көрген соң, аса табысты нәтижелермен қамалғандарды емдеген. 12 дерек. Гүлнар Дулатова еш уақытта өзінің жанұясына жағымсыз нәрсе жасаған адамдардың есесін қайтарған жоқ. Алайда қуғанға ұшыраған Міржақып Дулатұлыдан бет қайтармаған адамдарды әрқашан есте сақтаған. Оның бірі Қаныш Сәтбаев, Алматы қаласының әйгілі дәрігері Ханиса Қанышқызы Сәтбаева. Гүлнар апай Міржақып Дулатұлы менің әкемді өзінің інісі ретінде қарастырған. Гүлнар апай оны үлгі тұтып, өзінің мамандығын таңдауға үлкен үлес қосқаны туралы айтатын деген.